Алқа деген жазу тұр желкемізде. Бұл Алқа радиосы биыл ашылды 2024 жылы. Дәл осыдан 100 жыл бұрын, бір ғасыр бұрын Мағжанның Алқа деген әдеби ұйымы өмірге келген. Арада 100 жыл өткеннен кейін ашылып отыр. Сол Мағжан атамыздың тіл туралы өлеңі бар ғой. Жарық көрмей жатсаң дозақ кең тілім, таза, терең, өткір, күшті кең тілім, тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталасың сен тілім дейді. Енді біз тілдің коммуникативтік, экспрессивтік міндеттерін білеміз ғой. Ал Мағжан ақын осымен қоса ұлтты ұйыстыра білетін қасиетінде ашып беріп тұрған сияқты тілдің. Мағжаннан бастап жатырсыз ғой, енді аты да мына біріншіден Алқа радиосы Мағжанның әдеби ұйымының атын алып осындай радио ашылған екен. Біз өте қуаныштымыз. Біріншіден бұл Алқа деген ғасыр бұрын басталған алаш зиялыларының арманы. Қазақты оятып жатқан кезде, оян қазақ жазылған дәуірде қазақты өркениетке, мәдениетке, әлемдік көштің алдына шығарам деп жатпай тұрмай халыққа қалтқысыз қызмет еткен алаш қайраткерлер, соның ең ішіндегі бір ірі өкілі, талантты ақын Мағжан басқарған осы Алқаның атын иеленіп жатыр екенсіздер. Алқа радиосының алдындағы осы қызмет жемісті болсын. Бұл мына жаңа студияға келіп көңіліміз толып жатыр. Белгісінен, төл белгісінен бастап безендірілуі бәрі жақсы екен. Осыны ұйымдастырып, осындай істің басына осы радионың жағдайын жақсы білетін, қазақ руханиятын терең білетін өздеріңіз сияқты мамандар тартып радионы жабдықтап жатқан біздің әкімдікке, қалалық әкім азаматтарға да рахмет. Енді жұмыстарымыз жемісті болсын деп тілейміз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары бұл осы тілдің төңірегінде жиналғанда қазақ газеті, осы Алқа ұйымы, Алаш партиясы дейміз бе, бәрінің аты айтып тұрғандай, бұл да бір нышандық, символикалық нысаны бар. Қазаққа ең жақын, ұлттың атын қорықпай газетке батыл түрде біздің мүддеміз, біздің ұранымыз Алаш, қазақ деп соның төңірегіне топтасты. Осының өзінде қазақ зиялылары ол кезде қаймағы бұзылмаған қара орман халыққа сүйенген. Және мен қазақпын деп жаңағы газеттің атын қоюының өзі біз қазақ алаш идеясының төңірегіне топтасайық деген алаш қайраткерлерінің арманы ғой. Сіз филология ғылымдарының кандидаттығын қорғадыңыз, докторлықты қорғадыңыз филология ғылымдарынан. Тақырыбыңыз үнемі осы терминге байланысты болды. Қазір ашық қоғам ғой. Ақпарат пен технологияның заманы. Мұндай кезде тілімізге жаңа сөздер, терминдер көптеп енетіні белгілі. Дәл осы тұрғыдан келген кезде қандай өлшемдермен немесе қандай талаптармен өзіміздің тілімізге бейімдеп алуымыз керек шығар бәлкім. Ұлттық мүдде тұрғысынан нелер ескерілу керек деп ойлайсыз? Енді қазір не істейміз дегенде осының төңірегінде әртүрлі пікір бар. 20 ғасырдың басында тура солай болған. Ғылым тілі деген Мұхтар Әуезов мақала жазған 17 жылы семинарияда. Арнайы мақала, ғылым тілі научный термин деп жақсы ашына қойды. Сол мақаласында Әуезов айтады: мына Европаша оқығандар Европаға тартып, мұсылманша оқыған, арабша оқығандар арабқа тартып, ғылым тілін біз жан жаққа қарай түрікшілдер түрікке тартып, аққу, шортан, қамшайын сияқты терминмен ғылыми атауларды үш жаққа тартып жатыр. Әркім өзінің білгеніне қарай тартады. Ол кезде де оқығандар болған. Біреулер шығыста білім алған, біреулер батыстан білім алған, біреу европашыл болған деген сияқты. Дәл қазіргі тура дәл қазіргідей жағдай 20 ғасыр басында болған. Мысалы енді европашылдау қандай фатуаға келді? Соны енді қызық жері осында. Байтұрсынұлы бастаған алаш қайраткерлері, Ахаң бастаған, олар алашшыл түрікшіл еді.
Ол Байтұрсынұлы 24 жылғы білімпаздар съезінде, биыл 100 жыл толып отыр, бір ғасыр толып отырған білімпаздар съезінде Елдес Омарұлы баяндама жасады, осы тән сөздері деген, ғылыми терминдер деген. Сонда осы ғылыми терминдерді қалай алу керек, қабылдау керек дегеннің қағидатын, ғылыми қағидатын жасап, соны ғалымдардың талқысына салып, сол съезде бекітті. Оның енді алдындағы ең бірінші ұстанған жолымыз деді, бірінші қағидаты. Қазақтың термині қазақтың өз тілінде жасалу керек дейді. Өз тілімізден алуымыз керек. Ең басты нәрсе. Екінші нәрсе, егер ғылымда ондай сөз болмайтын болса, ондай сөзді түбі түркі бұзылмаған, оның ішінде араб, парсы, немесе орыс тілін айтып тұрған жоқ. Таза түрік сөздерін, түрік тілдерінде қолданатын түбі таза түрік сөздерін алуымыз керек. Сол бейімді? Сол, жоқ, тілімізге бейімді, әрқайсымыз өзімізге. Мәселен, бізде енді қазақ айтады, бас дейді, өзбек айтады, баш дейді деген сияқты, тас дейміз, таш дейміз, сол сияқты сөздерді алсақ, түбірі бір, біз түркі халықтар бір-бірінен алыстамаймыз, әрі түбі бір тілдер болғаннан кейін біз бір-бірімізді еркін түсінеміз. Ғылым саласында түркі тілдерінің арасындағы туысқандық қасиеті де сақталып тұрады. Екіншіден, біздің мына түсіну бір-бірімізді мүмкіндігі сақталады. Оның сыртында тілдік заңдарымыз бұзылмайды. Түрік тілдерінің заңы бір ғой. Соны сақтаймыз деп осындай принцип ұстанды. Үшіншіде, егер тілімізде үшінші жолы әлемнің барлық тілдеріне кең тараған, қазіргі тілмен айтқан халықаралық терминдер дегенде, оларды біз өз тілімізге бейімдеп, жаңағы дыбыстық жүйемізге айтуға, жаңа волостной управитель емес болыс, немесе жаңа Бөкебай деп алған сияқты. Өстіп тілімізге икемдеп алуымыз керек. Міне осы үш бағыт ұстанды. Енді біз бір ғасыр өмір сүргеннен кейін қарап отырсақ, енді ол принцип 30-шы жылдарға шейін алаш қайраткерлері қуғын-сүргін құрбаны болғанға шейінгі кезеңде осы принципті олар ұстанды. Бүкіл жасаған сол кезде жазған оқулықтар, ғылыми еңбектердің барлығында олар осылай істеді. Мәселен, Мәскеуде отырған Күдерин деген биолог ғалым, Жұмақан Күдерұлы, алғаш өсімдіктану оқулығын жазды. Сол өсімдіктану оқулығында 300-ге тарта термин бар. Соның көбі қазақша жасалған, ал енді жасалмаған жекелеген терминдер тура сол принциппен қазақтың сөз тіліне бейімдеп алған. Ахмет Байтұрсынұлы тіл мен әдебиетті, басқа да оқып, жаңағы Бөкейхан астрономия оқулығында солай жасады, барлығы. Сан есім, сан есім. Олар бірінші қазақша жасады, жасамаған. Бәрі. Ол барлық тек қана Ахмет Байтұрсынұлы емес. Сол тұжырымға бар. Сол жаңа пішіндемені геометрия пішіндеме деп, соның ішіндегі барлық терминдер негізін осылай алынды. Сөйтіп олар осы кезеңде жаңағы мектептің терминологиясын негізгі базалық терминдерді қалыптастырып кетті, бірақ қуғын-сүргін болғаны, құрбан болғаннан кейін олардың ұстанған бағыты дұрыс емес. Бұл алашшыл, түрікшіл бағыт. Біз енді советтік мына ғылымды дамытамыз, соған сәйкес орыс тілі енді мемлекеттің тілі болғандықтан ғылымдағы негізгі қызметті орысшыл атқару керек. Сондықтан мына жазуы кенже қалған халықтар терминді өздері жасамай, немесе жаңағындай тілдеріне сындырмай, осы орыс тілінің үлгі ретінде алу керек деген қағидатты Мәскеу арнайы белгіледі тіл саясаты. Әдіснама, тұжырымдама, оның бәрі. Сондықтан жаңа алаш қайраткерлер белгілеп съезде қаулымен бекіткен жолды, ұлтшылдардың, алашшылдардың жолы деп, ол жолды дұрыс емес жол деп, кертартпа жол деді, оны қатысын алды. Ол жасаған терминдердің көбі тілден шеттетілді. Ол бағыт ұстанған зиялылар, қайраткерлер жаңа кертартпа, бұрынғысын көксеген ұлтшылдар енді мына советтік жолға түскенде біздің мына орыс тілін үлгі етіп алып отырып терминдер орыстан алу керек деді. Ал орыстың өзі оны батыстан алған кезде автоматус деген терминде олар автомат деп алды, өзінің тіліне бейімді. Бізде орыс тілінен тура автомат деп алдық. Солай алдық та ары қарай кетті. Сөйтіп біз терминологиямыздың негізгі бөлігін сол Ресейге бой түзей отырып орыс тіліне негіздеп тура солай қабылдадық.